Селам алейкум, урметлі серджелер, бұл UATV, біз сізлерге Дүниядави Украинада олып кечкен вақалар ақында хабер айтамыз. Бүгін июнның 5-ші базар айтасы күні. НАТОның 30-шы азасы Украина олмалы. Бұны Украина юқары радасы спикерінің бірінші муавины Ирина Геращенко Черногорияның альянсқа қошылмасындан сон білдірді. Оның сөзлеріне көре НАТОға қошылув Украинаның Русияге қаршылығындаки принципиал меселесідір. Ве бұл меселеде Украина елбашчылығы бірлігіні көстермелі. Геращенко дейки Украина Москваны ачулатмақтан қорчаламақ керек, чүнке Русия Украинаны ешбір вақыт раат қалдырмас. Бұның еле Алмания ве Франкистан тарафындан экибин секас сенесі Украина ве Гурджистанға азалық бойынша планын берілмесіні хата олара қадлады. Экибин 14 сенесі язда Малайзия ава шеркетінің Boeing 777 учағыны урған бук тәртибаты Русия силандыруына айт еді. Бұның ақыда Белчегат халқара мутехасыслар группасының сон кемарузасында айтыла. Бұнеті жаны ичтимаи ағларда яқында тапылған фоторесімнің талеленден сон чықардылар. Фотода зенит ракета комплексы янындаки Русия механигі тура. 332 номералы машинаның Русияның 53 зенит ракета бригадасының территориясында бұлынғанының географик ерлешмесі таздықлай. Еш бұл бригада Курск янындаки маршалы Жукова қасабасында ерлеші. Мұның еле бұқыны Украин сынырына кетірген Русия айдавжыларыны белгіледі. МН-17 сеферінің Boeing 777 учағының 2014 сенесі июльнің 17-сінде Украина незареті алтында олмаған Донбасс территориясында ер ава ракетасы вастасының урып тұшырдылар. 283 елжі ве етінің 15 азасы әлі қолды. 80 баладым шу жүмледен. Русия, Македония ве Балканларның саясетіне қарыша. Бұл мәлімат қапаржылық ве жинайетлер тақиқатын бойынша Лейханың тарафындан ашкар етілі. Шу жүмледен қайды етілгені кебі Русияның тыш истихбараты ве баш тақиқат идариясының забитлері әмді. Русия Федерациясы әлчиханесінің хадимлері Балканларының ич саясетіне тәсір етеді. Бөлелікнен Кремль өз менфаатыны құрой ве оларның НАТОға қошылмасына кедер етежек. Бұделейлеріні таздықлаған весиқалар Македония үкіметіне гізлі суретте білірілді. Сонки 9 ел давамында бұл мемлекетте Кремльнің жидді тәшвиқатын алы баралашу сырада Русия истихбарат қысметлері чалышайды. Дінеле Македония контр-истихбарат ве қавсызлық қызметінің ребері адына азыралынылған әсабатта. Истихбараттың фикріне көре бұл планның мақсады Македонияның Москва саясетіне бағлы олмасы. Баратның әсабатларындан бірінде Русия Федерациясының әлчісі Олег Щербакве Македония тыш ишлер назерлігінің хадимы арасында субетнің айры қысымлары кетірілі. Русия дипломаты айтқаны кебі Кремльнің мақсады Балканларда бейтарап мемлекетлерінің йолағыны яратмақ. Черногория, Босния, Герцеговина, Македония ве Сырвастинданның. Барат митейінден стабиликем Балканларның ән уфақ мемлекетінің бұйық иғдамы. Бойлы сөзлерінен Черногория ве Дуня сесечілері мемлекетінің НАТО азалығыны изатлай. Июнның 5-інде Черногория баш Назира Душко Маркович Америка қошма штатларына келіп, альянсқа қошылу фақындаки весиқаны эманетке бережек. Чүнки айны Америка Сенаты НАТО тесіз анлашмасының эманетчісі ола. Марковичтен ғайры тәдбірді тәшкелиятның баш кетібі Йенс Столтенберг ве Америка қошма штатларының девлет кетібінің муавины Том Шеннон иштирак етежеклер. Бөледе Черногория Шимали Атлантик альянсының ресми аза мемлекеті олажақ. Черногорияның НАТО азалығына yolu 10 ел девам етті. 2008 сенесі мемлекет тәшкілятын фаал суретте мұнасибет құрмаға башлай. Ве 2015 сенесі Черногорияны ресми суретте альянсқа қошылмаға чағыралар. Бұтын аза мемлекетлерден разылықны қарарнен 2 ел беклемеге керек олды. 2017 сенесі апрелінің 28-інде мемлекет парламенті НАТОға қошылып ақындаки анлашманы амелге кечірді. Авропаның барышық, стабилік ве иқтисади абаданлық дүниясына чевіріжек эсас йөнелішлердір. 2006 сенесі қадар Черногория Русияның адети итифақдашы олған Сервистан или конфедератив бірлікте бұлынайды.
Ve tabii ki NATO'ға қошылмасындан сон Черногория хакимиеті Балканларына өз тәсір сahası деп таныған Кремльнің қаршылығына рас келе. Мемлекетті Русия тарафдарлары наразылық митингілеріні тәшкил етмеге башлай. Октябрьде есе хакимиет үкімет аудармасыны мейданға кетірмек ұнтылуыны тоқтата. Иш бұл ұнтылуында Подгорица Москваны қабатлай. Bundan son Kreml hareket tarzını dönüştürüyor. Rusya dış işler nazirliginin resmi temsilcileri Çernogoriya vatandaşlarına iktisadi problemler ve Rusya turistlerinin sayısı azlaşacağının korkutmağa başlay. NATO koşulunun akıbeti budur sanki. Fakat Çernogoriyaga milyonlarca euro miqdarında yatırımlarını koşan Rusya maliyecilerinin fikri başkadır. Uzun müddet istikbalinde neticesi müzbettir. Rusya Çernogoriyanın NATO azalığına menfi davransa ve teşvikatı bu negizde kurulsa bile. Kısa müddet istikbalinde ise nasıldır bir menfi efekti de olabilir. Belki de memleketke Rusya vatandaşlarının biraz azca gelmesi mümkün olur. Ama menimce birkaç ay ya da yarım yıldan ziyade olmaz. İktisadi cihetinden Çernogoriya yutar ve siyasi cihetten de uzun müddet istikbalinde. Elverişlidir çünkü alyans azılığı stabillikni yarata. Yatırımcılar normal insanlar için mühimini, muvafık ortalık ve stabillik. Avrupa Birliği Balkanlardaki vaziyetini dikkatli nezaret etti. Hem de Balkanlarının birkaç memleketi Çernogoriyada şu cümleden bu teşkilat azalığına resmi namzet ola. Avrupa memurlarının fikrini Koreya integrasyonu artırmak gerek. Çünkü tek birleşken Avrupa stabillikinin kefali olabilir. Garbi Balkanlarının 6 memleketi için Avrupa Birliği'ndeki azalıq umumi maksattır. Çünkü kırıv ketişatı ve ileride Avrupa Birliği'ndeki azalıq uzun müddet istikbalinde region vaziyetini stabilleştirmek için en iyi fırsattır. Böylelikle Balkanlarının Şimali Atlantik ve Avrupa strukturlarına integrasyası dek arta. Eylül'ün 7'sinde NATO ştab dairesi yanında Çernogoriya'nın bayrağı kötürülecek. 1944 senesi teşkilatlarının meydanğa getirilmesinden son alyanska koşulgan 29. memleket ve Hırvatistan ve Albanya ile bir sırada NATO'nun 3. Balkan azam memleketi olacak. Ukümran firqasının galebesi Maltanın baş naziri Joseph Muscat nevbetten tış parlament saylavlarında öz galebesi hakkında ilan etti. Saylavlarının resmi neticeleri da aşkar etilmegen. Ama baş nazir tarafdarları endi galebeni kaydetti. Olgan malumatqa Koreya firqası esas rakibi Simon Tusutil Reberligi altındaki Maltanın milletçilik firqasından 5%ga ustun çıqa. Galebenin Joseph Muscat'ны endi Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko hayırladı. Hatırlatam, nevbetten tış parlament saylavlarını Maltada Panama Papers ile bağlı. Kavga neticesinde bir ay evvelsi ilan etken ediler. Baş nazirinin apayını Maltada yerleşken banka lisenziyanın berilmesine Azerbaycan'ın Ukümran ailesinden akça algan offshore şirketinin başında turganında kabatlangan ediler. Muscat'nın özü ise kabatlarını red etti. İspanya'nın Guadalajara şehrinde World Challenge Cup basamağında Ukrayna'nın pidi gimnastika boyunca takımı 4. yerini kazandı. Evgenia Goman, Anastasia Vazniak, Valeria Yuzvyak, Valeria Hanina, Diana Mijiritsky ve Daria Kabets umumijmi jgulyetlerde kumuşnu ve 3 top ve 2 atlama yapı emdi. 5 kırşaf ile yapılgan mejgulyetlerde 2 tunç medalini kazandılar. Şahsi mejgulyetlerde takımının yetekçisi Victoria Mazur çokmar ile çıkışında 3. neticeni gösterdi. Ukrayna'nın tek iki temsilcisi rahbetleri Roland Garros tenis yarışında iştirakını devam etti. Çeyrek finalga çıkmak için büyükler yarışında Elina Svitolina, Hırvatistanlı Petra Martic ile yarışacak. Şu günleri Ukrayna'nın 5. en iyi oyuncusu Polonyalı Magdalena'yı yendi. 6-4 ve 7-5. 14 yaşında Marta Kostyuk vatandaşlarımız arasında birden-bire Frankistallarını Milen Helemay'nın yenip 6-3 ve 6-2 junior Roland Garros'nın birinci dairesinden geçti. İkinci basamakta Ukrayna sporcusunun rakibi Rusiyalı Amina Anjba olacak. Hürmetli seyirciler, bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini Ukrayna Forum saytında okuyabilirsiniz. UATV ile olunuz. Görüşkence.